Наконец-то ең лайықты жауынгерді беріп жатыр. Ислам Махачевқа. Ең гери. Уже ресми түрде официально Махачевқа қарсы жекпе-жек өткізеді. 15 тамызда, 15 августта ағайындар. Моралесші деп атқандар бар, Шафқат деп атқандар бар. Ну, Шафқат біріншіден травма ғой әлі. Травма, жарақат әлі белгісіз қашан оралатыны. Әлі осыны білмей жүрген адамдардан шок боламын ше. Вот шығады жаңалық күтіңдер, кішкене күте тұрыңдар, барлықтары не болды деймін да. Бәрі бүйтіп бір не дейді жазып отыр. Моралес ол бірақ қана топ тұтқан. Именно кімді? Жаңағы Бернс тұтты. Оның алдында кім? Брэди, Шон Брэди тұтты. Бернс спаттағы Бернсты и Мэдни тұтты, по-моему. Екеуі де спаттағы шалдар. Так что Моралес, вот протесті беріңдер Моралесқа, сосын шешеміз. Мына жерде ең гери ең ауыр жекпе-жек береді. Волконовский победадан кейін Махачевқа ең ауыр жекпе-жек беретін осы ең гери. Мен ұтып кетеді деп жатқан жоқпын. Дұрыстап тыңдамайтындарға айтып жатырмын да. Именно ең ауыр жекпе-жек беретін адам деп жатырмын. А даже может быть мүмкін ұтып кетуі мүмкін Махачевті. Махачевтің фанаттары қазір шығады. Ва, шешеңім деп. Нағырандыр ағайындар. Вот ең гери мынандай. Махачев мынандай. Бұлайынан тебет ең гери. Ана аяқтарынан тебет, ана тізесінен. Шафқаттың аяғынан тепті ғой. Солайынан тебет. Мына бұлайынан жұмыс істейді. Мына көрдің бе? Оңай болады. Ана аяққа өткен кезде ұзын жүйектен мен как өзім лично күреске қатысып көрген адам ретінде айтып жатырмын сендерге. Ұзындармен күресу бәләс. Ең өмірдегі ең зайбал нәрсе ұзындармен күресу. Енді может Махачев ол өте мықты жігіт, Махачев ше, исламша, өте мықты жігіт. Оған мүмкін оңай болады шығар енді. Но ең гери. Оңай шаға салатын жаңғақ емес, оңай бітіп, оңай былайынан аша салатын адам емес ол. UFC бір бәле біліп беріп жатыр. Негізі UFC-ға ең дұрысы Камар Усман или там басқа біреулерді беру еді исламға, но олар ең гериді беріп жатыр. Ең гери Бәлі енді сюрприз жасайтын сияқты. Көреміз енді шеше, қалай болса да.